ортаның жайлылығын қамтамасыз ету дейді. Сонымен бізде былтыр бір оқу жылында жаңа стандартпен, бағдарламамен сіздер осы бір жұмыс жасадыңыздар. Қазір енді сол жердегі педагогикалық тәсілдерді өзгерту бойынша тәрбиелеп оқытқан кезде де дамытушылардың көмегіменен ортаны дұрыс ұйымдастыра отырып, тәрбиелеу, оқыту, оған үйрету, оның бойында дағдыларын қалыптастыру деген нәрсені қазір біз іске асырып жатырмыз. Курста жүріп жатыр. Сондықтан да осы бағытта жинақтаған тәжірибелеріміз, бөлісетін ойларымыз болса, біз олардың барлығын ортаға саламыз деп отырмыз. Барлығымызды біздің бүгінгі семинарда осы тақырыптағы жалпы семинарға барлық құрылымдық бөлімшелер мамандары, облыстық, аудандық дейінгі білім беру бөлімдерінің басшылары, мамандары, қалалық аудандық әдістемелік кабинеттің басшылары, әдіскерлері, жалпы 79 құзыреттілік орталықтарының мамандары қатысып отыр. Бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, құрметті әріптестер. Және де келетіні, бізде биылғы жылы 9 құрылған құзыреттілік орталығы, ол емес, апробация емес, министрдің 1 шілдедегі 192 бұйрығыменен тұрақты негізде құзыреттілік орталықтары. Оны айтып отырған себебі дамытушы ортаны ұйымдастыру болатын болса, алдыменен балаға сапалы тәрбие беру үшін оның барлық бойында қалыптастырып, Нұрлы болашақ, микрофон отключите. Ондай болатын болса, бізде құзыреттілік орталықтарының жұмысы алдыменен неден басталуы керек? Алдыменен әрине бұл біздің педагогтардың практикасын жетілдіру, балаға тәрбие жұмысын жүргізу үшін ортаны дұрыс ұйымдастыру. Ортаны дұрыс ұйымдастыру дегеніміз заттық кеңістік ортаға көңіл бөлу, оны дамытушы ортаның талаптарына сәйкес келтіру, қызығушылық аймақтарына бөлу, және де оны қажетінше бағдарламаны іске асыруда өзгертіп отыру. Міне басты талаптар болса, осы жөнінде әріптестеріміз өздерінің тәжірибесімен бөлісетін болады. Тақырыптарымыздың бірі ғана осы тақырыптағы. Бұдан әрі қарай бұл тақырыпта жұмыстарымыз жалғасатын болады. Кеше де осы семинарға өздеріңіздің іс тәжірибелеріңізді алған уақытта тағы да басқа әріптестеріміздің жұмысын келесі алдымыздағы семинарларға қойып жатырмыз. Тәжірибе алмасуды, бөлісуді жалғастыратын боламыз. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады встретить вас на нашем сегодняшнем семинаре. Цель наша — организовать доступную предметно-пространственную развивающую среду через обеспечение эффективности, безопасности, комфортности предметно-пространственной среды с учетом возраста детей. Сегодняшняя наша целевая группа, наши специалисты структурного подразделения, руководители отдела дошкольного образования, специалисты управления образования, руководители, методисты областных, городских, районных методических кабинетов, а также специалисты наших 79 центров компетенции. Сегодня мы будем говорить об организации предметно-пространственной среды. Коллеги будут делиться опытом. Желаю удачи вам на нашем сегодняшнем семинаре. Очень много нужной, полезной информации. Со своей стороны я вам еще раз хотела напомнить, что 79 центров компетенции – это не пилот, это не апробация, это на основе приказа министра уже на постоянной основе созданные точки роста на местах. Поэтому имейте в виду, что именно концентрацию, наращивание лучшей практики с целью дальнейшего распространения трансляции вы должны начать на местах именно на базе этих центров компетенции. Распространяться садом на весь сад, таким образом дальше планировать работу по трансляции. Теперь хочу вам показать
напомнить, вернее, значит, одну, значит, инструкцию по организации мобильных групп, которую мы вам давали еще на августовской конференции. Если сейчас под рукой нету, потеряли, вы всегда можете найти на наш сайт, на сайте Института раннего развития детей, еще раз, значит, в материалах конференции скачать эти инструкции по организации деятельности центров компетенции мобильных на русском, на казахском языке, в материалах, в раздатках есть. Пожалуйста, надо руководствоваться. Почему? Потому что там написаны цель, задачи и конкретные пошаговые действия, как мы эту работу должны организовать. Количество центров компетенции 79 уже по приказу, но мобильные группы не только при методических кабинетах области, на районном уровне, на местах, значит, там, значит, при отделах образования также должны быть созданы для сопровождения практики педагогов, для оказания нужной методической помощи при необходимости. И они, конечно, должны связывать свою работу, взаимодействовать с центрами компетенциями, но тем не менее, немножко роль мобильных групп другая, это оказание посильной методической помощи на местах. Сейчас давайте еще раз я покажу, поделюсь на экране, значит, вот этой нашей раздаткой. Смотрите, 79 центров компетенции во всех 20 регионах. Это точки распространения лучшей практики и для методического сопровождения. 79 құрылған құзыреттілік орталықтары туралы тамыз кеңесінде материалдары берілді, құрметті әріптестер. Егер де жоғалтып алсаңыз, қазір қолыңызда жоқ болса, сізге қажет болса, институттың сайтына кіріп, сол жерде конференция материалдарының ішіне кіріп, соның ішінен алып жүктеп алуыңызға болады тамыз кеңесінің материалдарынан. Сол жерде үйлестірме материалдарының ішінде бұл нұсқаулық берілген, соның ішінде бар. Ол жерде нақты құзыреттілік орталықтарының да, мобильді топтардың да жұмысы, олардың мақсаты, міндеттері жазылған. Тағы да бір рет жаңағы қарап, оны басшылыққа алу үшін сіздердің жаңағы оны пайдалануларыңыз қажет. Енді жалпы құзыреттілік орталықтарының тізімі өздеріңіз білесіздер, 192-ші бұйрыққа сәйкес өздеріңіз берген үздік деген, озық деген, осы тәжірибені жалғастырып тарату қолдарынан келеді деген балабақшалардың тізімінен құралған. Әр облыс, өңір бойынша мына жерде балабақшалардың саны тұр, тізімі өздеріңізде бар. Болмаса 192-ші бұйрықтан алуларыңызға болады. Енді жалпы бізде құрған құзыреттілік орталықтарының мақсаты бұл білім беру қызметінің жоғарғы сапасына кешенді көшуді жүзеге асыру үшін сапалы білім беру. Сапалы білім беру деген бүгінгі тақырыбымызға сәйкес айтып отырған ортаны ұйымдастыра білуден басталады. Сондықтан да өте бүгін маңызды тақырыпты біз қозғап отырмыз. Және де міндеттері де міне сол нұсқаулықтың ішінде тікелей жаңағы берілген. Ол жерде жаңағы педагогтердің шығармашылығына, бастамашылығына жаңағы қолдау көрсету, дамыту, баланың дамуын әсер ететін қоршаған ортаның нақты көрсеткіштерінің негізінде білім беру қызметтерін көрсету сапасын басқару тетігін әзірлеу деген. Яғни әр өңірде өзінің озық үздік тәжірибесін осы құзыреттілік орталықтарының базасында жинақтап, алдағы уақытта оны таратуды жоспарлауымыз қажет. Бұл бір жағынан педагогтардың практикасында олардың кәсіби деңгейін көтеру үшін жұмыс жасайды. Және де сапалы білім беру үшін ойын арқылы оқыту дейтін болсақ, ойынның бәрі оқыту, бірақ та ол осы сапалы ұйымдастырылған ортасыз іске асырылмайды. Сондықтан да бұлардың барлығы біз үшін маңызды. Және де осы тақырыпты бүгінгі семинарда қозғап отырған себебіміз сол. Сондықтан да мінекей жаңа айттық, 1 шілдеде 192-ші бұйрықпенен бекітілген құзыреттілік орталықтарының тізіміне тағы бір қарап, қыркүйек айы сіздерге осы құзыреттілік 79 құзыреттілік орталықтарының жұмыс жоспарын жасау үшін берілген болатын. Бүгінгі күні жұмыс жоспарын жасап, құзыреттілік орталықтарының барлығы өзінің ішінде, балабақшаның ішінде алдыменен сол педагогтарының біліктілігін ары қарай тарату үшін
жаңағы практика бір-бірімен байланыс жасап тәжірибесін жинақтау үстінде деген біз сенімдеміз. Мінекей жаңа жоспарланған жұмыстың алгоритмі да бар. Мобильді топтарменен құзыреттілік орталықтарының байланысы туралы да бар осы құжаттың ішінде. Сондықтан да бұны өздеріңіздің жұмыстарыңызда басшылыққа алуды ұсынамыз. Енді мобильді топтарға қатысты айтатын болсақ, олардың да критерий және өз жұмысын ұйымдастырудың алгоритмі осы жерде берілген. Бақылау, мектепке дейінгі ұйымдарға бару, байқау, жаңағы тәжірибені қолдау, коучинг, тренинг ұйымдастыру, тәжірибе алмасуды ұйымдастыру және де мобильді топтардың барлығы осы анықталған нақты жергілікті жердегі мәселелер бойынша жаңағы тәжірибеде көмек көрсетуменен, әдістемелік көмек көрсетумен, сүйемелдеумен айналысады. Бүгінгі күні өздеріңіздің мәліметтеріңізге сәйкес барлық бізде 20 өңірде мобильді топтар құрылған, бірақ мобильді топтар, тағы да айтамыз, әдістемелік кабинеттің жанында ғана емес, облыста емес, қалада емес, аудандық білім бөлімдерінің жанында да жаңағы жергілікті жерде болуы тиіс. Сол нәрсені тағы да бір назарларыңызға салғымыз келіп отыр. Енді міне бұл жерде жаңа мобильді топтарға да қатысты міндеттері барлығы көрсетілген. Қазір менен кейін сөзімді Мариям Наятовна жалғастырады. Сіздерге бұл жайында тағы да қосымша мен айтады деп жаңағы ойлаймын. Сондықтан сұрақтарыңыз болса қойып тағы да нақтылап алыңыздар. Уважаемые коллеги, хочу напомнить еще раз, что мы во время августовки давали инструкции, готовили по организации деятельности мобильных групп, центров компетенции. Еще раз обратите внимание, потому что вам надо не только их создавать, так вести на должном уровне их работу. Мобильные группы, еще раз напоминаю, что они должны быть не только при методических кабинетах области, города, также, значит, на районном уровне, при районных отделах образования для сопровождения на местах, значит, наши сельские сады также. И цель мобильных групп – это, конечно, поддержание, предоставление услуг по оказанию методической помощи на местах при необходимости. Задачи также, значит, в этих рекомендациях полностью расписаны. Это оказание методической помощи педагогам, обеспечение сбора, анализа, систематизации их опыта, их работы, создание творческих групп с целью оказания методического сопровождения. И сейчас после меня, конечно, Мария Наятовна еще продолжит эту тему, поэтому все у вас какие вопросы по этому поводу накопились, сегодня вы должны задать. Сентябрь месяц вам был предоставлен для того, чтобы вы составили план работы полностью на весь учебный год для деятельности мобильных групп, также для центров компетенции. Вот как вы видите, значит, на этой диаграмме вы, значит, все отчитали, что 100% во всех регионах на этот год у нас уже есть мобильные группы, но тем не менее, пока в городе при областном этого пока еще недостаточно, поэтому надо расширить мобильные группы, коллеги. Результаты деятельности мобильных групп, как оцениваются, по каким критериям, какие пошаговые действия по организации деятельности. Здесь полностью расписаны. Также есть алгоритм планирования работы мобильных групп. Обратите внимание еще раз из нашего сайта, значит, можете скачать. Пожалуйста, обратите внимание. Касательно центров компетенции, еще раз напоминаю, что центры компетенции уже созданы не как пилот, не как апробация, а на основе приказа министра уже на постоянной основе. Поэтому, пожалуйста, уделите должное внимание. И здесь также, значит, в этих инструкциях есть конкретная цель создания центров компетенции, что они должны осуществлять комплексный переход к обеспечению качества дошкольного воспитания и обучения. Также обозначены здесь задачи, и причем здесь есть конкретная, значит, такая цель. Здесь выработать механизм управления качеством оказания образовательных услуг на основе конкретных показателей окружающей среды, влияющих на развитие ребенка. Поэтому мы не случайно выбрали тему сегодняшнего семинара. Думаю, что, значит, будет полезно
Но, тем не менее, значит, это первая наша встреча, а сентябрь мы вас не трогали, потому что вы формировали, значит, свои мобильные группы, также, значит, составляли план работы ваших центров компетенции. Но сейчас, значит, в октябре месяце мы думаем, что по наращиванию практики, опыта работы вы уже работаете, и поэтому к концу этого месяца как раз вот мы первым поставили вебинар именно по среде, по организации развивающей предметно-пространственной среды. Итак, конечной целью наших центров компетенции, если является это распространение лучших педагогической практики, то в этом направлении мы должны приложить усилия. Списки центров у вас есть, значит, конкретно вы, наверное, знаете, потому что в сентябре вы составляли план работы уже. Если нет, еще раз, пожалуйста, по 192 приказу уточните, открыжьтесь, чтобы кто-то у вас не выпал, кто-то из центров компетенции, чтобы не выпал из вашего внимания. Коллеги, желаю. Дальше, значит, я предоставляю слово Марьям Наятовне. Марьям Наятовна. Қайырлы күн, әріптестер, өздеріңізбен бүгінгі күні, яғни 2023-2024 жылға оқу жылының басында кездесіп отырғанымызға қуаныштымыз. Әрине, жаңа Манар Екемнің өз сөзінде айтты, сіздерді осыған дейін біз енді ұйымдастыру жұмыстары болды. Енді қазіргі таңда қандай жұмыстар жасалып жатыр? Жалпы 79 мынау айтып отырған құзыреттілік орталықтарының жұмыстары әрі қарай қалай жалғасын табу керек? Жалпы заттық дамытушы орта ең бірінші мектепке дейінгі ұйымдарда мынау 22-ші жылы 21-ші жылы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың дамытудың моделі бекітілген болатын. Сол модельдің негізінде бізде өзі барлық мазмұн өзгерді, яғни біздің стандартымыз өзгерді, бағдарламамыз, жаңа оқу жоспары өзгертілді. Ең бірінші осы мазмұнды іске асыратын бұл заттық дамытушы орта. Заттық дамытушы орта ыңғайлы, бай, құнарлы болу керек. Бүгінгі тақырыпта сол заттық дамытушы ортаға байланысты өзекті тақырып болып отыр. Енді өздеріңізге жаңа айтып отырғандай мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың моделі, жалпы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыруда қандай жұмыстар жүзеге асырылу керек, соның барлығы осы модельде бекітілген, берілген. Негізгі бағыттары, осыған байланысты көптеген жұмыстар жүргізілді. Енді мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды құқықтық нормативтік қамтамасыз ету бойынша да жұмыстар жүргізілді. Оны өздеріңіз білесіздер, мынау заттық дамытушы ортаны құру бойынша, оны ойыншықтармен, заттармен, жалпы жабдықтармен қамтамасыз ету бойынша 70-ші бұйрыққа өзгеріс енгізілді. Және де мемлекеттік жаңағы қызметті көрсету бойынша 254-ші бұйрыққа, және де мынау сапаны қамтамасыз ету бойынша білім беру деңгейлерінде 292-ші бұйрыққа, және де мынау қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша, сол талаптар қою бойынша 381-ші бұйрыққа, және де мына мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласы педагогтерінің міндетті құжаттары 382-ші бұйрыққа жаңағы қайтадан өзгертіліп шықты. Сонымен бірге мектепке дейінгі ұйымдардың үлгілік қағидалары қызметінің үлгілік қағидалары 385-ші бұйрыққа өзгерістер енгізілді. Соған сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 2022 жыл 348-ші бұйрығымен оқу ағарту министрлігінің мынау біздің стандартымыз бекітіліп шықты. Сонымен бірге 394-ші бұйрықпен мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспары, сонымен бірге үлгілік оқу бағдарламасы қайтадан әзірленіп бекітіліп берілді. Енді қазіргі таңда сол бағдарламамен, сол нелермен биыл енді 2-ші жыл жұмыс жасап жатырсыздар. Әрине, бастапқы кезде барлық енді жаңа өзгертулер, жаңа толықтырулар болған кезде әрине қобалжу болады. Қай кезде де қалай ұйымдастырамыз, мынау күні бойы ұйымдастырған қалай жүзеге асырылу керек деген сияқты. Құрметті әріптестер, мынау микрофондарыңызды өшіріп отырсаңыздар жақсы болар еді жұмыс істеуге, ыңғайлы.
Енді өздеріңізге белгілі жалпы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамытудың моделінде бекітіліп жаңағы міндеттерінде берілген. Бұл енді жаңағы икемді стандарттарды жаңағы қабылдау және де оқу жоспары мен бағдарламасының икемділігін қамтамасыз ету. Соған сәйкес стандартымыз бекітілді, оқу жоспары берілді. Оқу жоспарында тек бізде дене шынықтыру, сонымен бірге қазақ тілі және музыка ұйымдастырылған іс-әрекеттері сабақ кестесімен беріледі, қалғандардың барлығы күн сайын өткізіледі. Сонымен бірге жаңа бағдарламаға өзгеріс енгізілді. Бағдарламада яғни осы жастағы 6 жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеу мен дамытуда педагог балаға нені үйрету керек, соның 11 қағидасы берілді. Бұның барлығына жеке-жеке тоқталудың қажеті жоқ деп ойлаймыз, бірақ сіздер енді әрі қарай өздеріңіздің жұмыстарыңызда қолданып жатырсыздар. Жалпы енді былай айтқым келеді, биыл бірінші жыл мынау 23-ші жылы балаларды ерте дамыту институтына курстар ұйымдастыру бойынша мүмкіндік берілген болатын. 5000 мектепке дейінгі ұйымның ішіндегі тәрбиешілерімізді мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы, сонымен бірге әдіскерлер және мынау меңгерушілердің курстары ұйымдастырылып жатыр. Мен өзім бастап көптеген облыстарда болдым, көпшіліктеріңізде. Сол жерге келген тәрбиешілерді жалпы құзыреттіліктерін жалпы байқайтын болсақ, бізде тәрбиешілеріміз жаңа бағдарламаның өзгергенін біледі, бірақ бағдарламадағы өзінің міндеттерін мынау жасына сәйкес міндеттегенді білмейді, жалпы айтады. Сонда әлі күнге дейін біздің жаңағы тәрбиешілеріміз өз кезегінде жұмысты дұрыс ұйымдастыра алмай тұр деген сөз. Кейбіреулері әлі жаңағы сабақ кестесімен жүріп жатырмыз деп, шалғай жердегі ауылдардан келген тәрбиешілеріміз осылай айтып жатады. Сондықтан да жаңа Манар Елекенова өзінің сөзінде айтты, мобильді топтардың жұмысын күшейту керек. Мобильді топтар сіздерде өздеріңізде бұрыннан да бар, ол шығармашылық топтар немесе басқаша тағы да атаулары болған болатын. Соның барлығы, соның ішінде ауылдық жердегі, енді өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау мазмұны барлығы өзгеріп кетті. Бағдарламамыз, оқу жоспарымыз осының іске асырылуы бойынша ауылды жердегі әрбір тәрбиешіге дейін жету керек. 5000 кісіні қамтығанмен де ол тек бірнеше ғана пайызын көрсетеді. Жалпы бізде 97 000 педагог жұмыс жасайды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда. Сондықтан жан-жақты, соның ішінде мобильді топтардың жұмыстарын жандандыру керек ауылды жерлерде. Яғни аудандық білім бөлімінің жанынан міндетті түрде мобильді топтар құрылу керек. Ол ауылды жердегі біздің педагогтарымызға жан-жақты көмек көрсетілу керек. Ол үшін әрине бізде мынау балаларды ерте дамыту институтына барлық жағдай жасалған. Осы сайтты алып жұмыс жасасаңыздар болады. Біз жұмыс жасаған кезде сол кісілермен енді мынау бағдарлама бар, осы бағдарламаны іске асыруда осы әдістемелік нұсқаулық шықты, соны білесіз ба, сонымен жұмыс жасаңыз деген кезде біздің тәрбиешілеріміз әлі мынау сайттың бар екенін, жалпы бағдарламаның барлығын өзгеріп жатқанын, не үшін өзгеріп жатқанын білмей жатты. Сондықтан да осы мобильді топтардың тікелей жұмысы осы әрбір мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиешіге дейін осы мәселелерді жеткізулеріңіз қажет. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың дамуына Қазақстан Республикасында үлкен мән беріп, соны дамытуға үлкен өз үлесін қосқан мынау Құлжанова Назипа Сегізбайқызы 20-шы жылдары ең алғашына балабақшалар ашыла бастаған кезде мынау мектепке дейінгі тәрбие және де ана мен бала деген еңбектерінде әрбір балабақшаның жанында биологиялық бұрыштар болу керек, жаңа эксперименттік алаң болу керек деп. Яғни бала сол жерде мынау құстарды, жаңағы балықтарды өсіруді үйренсін, және де әрбір мектеп балабақшаның жер учаскесінде көкөністерді, жемістерді егіп үйренсін, соларға күтіп баптап суаруды үйренсін. Сол сияқты мынау сол алаңдарда, мектепке дейінгі ұйымның жанындағы алаңдарда балшықтан түрлі заттарды жасап үйренсін деп сол кезде айтқан екен. Енді бүгінгі таңда да Назипа Құлжанованың осы айтқан мәселелері өзекті болып отыр. Мынау жаңа мазмұнды іске асыруда әрбір мектепке дейінгі ұйымның жанында мынау заттық
дамытушы орта болу керек. Соның ішінде бала өзі тікелей қарым-қатынас жасайтын, соның ішінде түрлі әрекеттермен айналысатындай алаңдар, мынау жаңағы бұрыштар, табиғат бұрышы, мынау ғылым бұрышы, осылардың барлығы болу керек. Мынау алдарыңызда қойып көрсетіп отырғанымыз бір 39 пилоттық жобадағы жаңағы әріптестеріміздің жұмыстарын, сол сияқты одан да басқа мектепке дейінгі ұйымдарда жұмыс жасап жатқан әріптестеріміздің жұмыстары. Қазіргі таңда сосын біздің жалпы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда өзекті мәселенің бірі бұл балалардың мемлекеттік тілде, яғни өзінің ана тілінде сөйлеуін дамыту. Қазіргі таңда енді жалпы Қазақстан Республикасында емес, басқа шетелдік біздің әріптестеріміздің де, ғалымдарымыздың дабыл қағып отырған мәселесі бұл балалардың дұрыс сөйлей алмауы өз тілінде. Сондықтан да осы өз тілінде дұрыс сөйлеуін қалыптастыру үшін енді мынау бағдарламаның өздеріңіз білесіңдер, ішінде сөздік минимумдар берілді, яғни күнделікті жиі айтылатын сөздерден сөздік минимум берілді. Сол сөздік минимумды тек қана қазақ тілінің маманы ғана емес, сол мектепке дейінгі ұйымда жұмыс жасайтын барлық әріптестер қатыса отырып, балалардың игеруіне мүмкіндік жасауымыз қажет. Енді одан кейінгі мәселе қазіргі таңда экология мәселесі көтеріліп жатқан, яғни мектепке дейінгі ұйымдардың жанындағы алаңдарымыз, сол сияқты жылыжайлардың жұмысын ұйымдастыру, мынау мусорларды, қалдық заттарды сұрыптау, және де оларға екінші өмір беру. Осы бойынша да біздің мектепке дейінгі ұйымдар өзінің тәжірибелерін көрсетіп, жақсы жұмыстарды ұйымдастырып жатыр. Сол жұмыстардың енді мынау көрінісі сіздердің алдарыңызда тұрған нәтижелері. Енді заттық дамытушы ортаны ұйымдастыру бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың, дамытудың моделінде айқындалған. Бұл жерде заттық дамытушы орта жаңағы ұйымдастыру керек, ол жаңағы трансформацияланатын ойын аймақтарынан болу керек, және де ол баланың жаңағы не дейміз, жекешелігін, баланың жаңа мүмкіндігін, жаңа субъективтілігін қолдауға жаңағы мүмкіндік беру қажет деп берген болатын. Енді сонымен бірге біздің стандартымызда да беріліп тұр, яғни балалардың жаңағы дамытатын осы заттық дамытушы орта болуы қажет деп. Енді заттық дамытушы ортаны ұйымдастыру бойынша жаңа айтып отырғандай, мынау үлгілік бағдарламаның несі нұсқаулығы шықты. Үлгілік бағдарламаға, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасына нұсқаулық шықты. 2023 жылы былтыр қаңтар айында сіздерге берілген болатын. Бірақ енді осы курс жаңағы біз курсқа барған кезде бір жақсы бізге мүмкіндік туындады. Сонау шалғайдағы жатқан ауылдағы тәрбиешілермен де араласып, сол тәрбиешілердің ойын жалпы қазіргі таңдағы жаңа мазмұнды іске асыру бойынша, ол кісілердің ойын білу бойынша, сонда ол кісілерден сұрап отырсақ, олар осындай арнайы құжаттың шыққанын, яғни мынау нұсқаулықтың бар екенін білмейді. Ол кісілер өздерінен бір-біріне тәжірибе алмасу арқылы, біреуден есту, біреуден көріп алу, өздерінің заттық дамытушы ортамызды біз жасап жатырмыз деп өздерінің сөзінде айтып жатыр. Сондықтан да мобильді топтардың жұмысы осы шыққан құжаттарды әрі қарай жеткізу болып табылады. Жаңағы дұрыс іске асырылуына жаңағы барынша қолдау көрсетуіміз керек. Енді өздеріңізде білесіздер, осы нұсқаулықты ішінде мынау барлық заттық дамытушы орта қандай болу керек, оған қойылатын талаптар қандай орталықтар болу керек, мынау заттық дамытушы ортаны ұйымдастыруда осылардың барлығы, соның ішінде мобильді кітапхана қалай болу керек. Енді көпшілігінде бір жақсысы осы мобильді кітапхананы құрудың жаңағы тәжірибелерімен алмасып жатыр, қалай жасап жатыр оны. Сондықтан да барлық жұмысты жоққа да шығаруға болмайды, бірақ жақсы жұмыс жасап жатқан педагогтар да бар, өздерінің жұмыстарын, практикасын ұсынып жатқан. Сондықтан енді мынау бізде бүгін аудандық, мынау облыстық білім басқармасының жанындағы әдіскерлеріміз де отыр. Бізде сонымен бірге қазіргі таңда 200 мынау әдіскерлерімізге мектепке дейінгі ұйымдағы
онлайн форматта курстар ұйымдастырылып жатыр. Осылардың барлығына қатысуын шамалы қамтамасыз етсеңіздер. Көбінесе енді біз күнделікті тексеріп қатысуларын қадағалап отырғанмен де біздің жаңағы кейде қатыспай қою, сабақтан болмай қалу сияқты мәселелер болып жатады. Сол сияқты мынау жаңағы өздерінің интернеттері арқылы дұрыс қосыла алмай қалу, тағы да басқа мәселелер белең алып жатады. Осы мәселелерді қадағаласаңыздар. Сонымен бірге енді заттық дамытушы ортаға қойылатын талаптар, ол жаңағы қауіпсіз болу керек. Ол жердегі заттар, мебельдер, жаңағы барлық заттар, жиһаздар қауіпсіз болу керек. Ол мазмұнды болу керек. Яғни үлгілік бағдарламасының мазмұнына сәйкес барлық жаңағы жастағы балаларға қажетті заттар, ойыншықтар, материалдар барлығы жаңағы жеткілікті болу керек, және де алуан түрлі болу керек. Барлық заттардың жаңағы мынау балалардың түрлі әрекеттері арқылы іске асырылады деп отырмыз ғой қазір. Ойын әрекеті, шығармашылық, зерттеу әрекеті, танымдық әрекет, осы әрекеттерді жүзеге асыру үшін барлық заттар жаңағы құралдар жеткілікті болу керек. Және де заттық дамытушы орта тек қана топ бөлмесінде ғана емес, сонымен бірге коридорларда, жаңағы ойын алаңдарында және де басқа жерлерде жасақталу қажет. Ол туралы қазір біздің осы әріптестеріміз өздерінің тәжірибесінде жаңағы тәжірибесімен бөлісетін болады. Және де қолжетімді болу керек. Яғни кабинеттер, мынау сонымен бірге ойын бөлмелеріндегі заттардың барлығы балалардың бойы жететіндей шкафтарда орналастырылу керек. Төлдердің үстінде бала кез келген уақытта өзі айналысатын әрекет түрінде таңдауға мүмкіндік болу керек. Және де жаңағы ойын алаңдарына басқаларға өзгертетіндей өзгермелі болу керек. Бұлардың барлығы енді мынау сол бағдарламаның нұсқаулығында берілген. Бағдарламаның нұсқаулығы сайтта орналастырылған, содан алып қарасаңыздар болады. Сонымен бірге 2021 жылы осы модель бекітілгеннен кейін мынау жазғы сауықтыру кезеңін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар берілді. 2021 жылы қазіргі таңда біздің педагогтарымыз жазғы сауықтырудың жақсы жағдайларын жасап, балалар үшін барлық жағдайды жасап, балалар бос отырып қалмауға, үнемі ол балалармен айналысуға мүмкіндік беретіндей, ойын түрінде және сауықтыру, шынықтыру шараларын жүргізетіндей мектепке дейінгі ұйымдарда жақсы жұмыстар жаңағы жүзеге асырылып жатыр. Ол тек қана мемлекеттік балабақшаларда емес, сонымен бірге жеке мектепке дейінгі ұйымдардағы жүргізіліп жатқан жұмыстарды да көруге болады. Мынау енді кешегі тамыз кеңесінде де біз біраз жұмыстарды ұсындық. Біздің сайтта тұр, содан қарап материалдармен таныссаңыздар болады. Және де мынау алдарыңызда тұрған жеке мектепке дейінгі ұйымның балаларды сауықтыру бойынша жасап жатқан жұмыстары, яғни біздің педагогтарымыз барынша қолдарынан келгенше өздері мынау құралдарды, қажетті заттардың барлығын қолдан жасап, балалардың мінекей көріп отырсыздар, мынау питобочкаде және де балалардың тұзда шынықтыру жұмыстарын өздері педагогтарымыз жасап жатыр. Сонымен бірге қазіргі таңдағы енді жаңа айттық, экология мәселесі үлкен мәселе болып табылады. Мектепке дейінгі жастағы балалар үшін өте жүргізуге ыңғайлы жаңа бағыттардың бірі экология. Сондықтан да мынау қазір мектепке дейінгі ұйым жанында метео аялдама деп айтамыз. Сол сияқты жаңағы мынау ауа райын, басқаны бақылайтын түрлі құрылғылар балалардың жастарына сәйкес қойылып, сол жерде балалармен түрлі жаңағы әрекеттер ұйымдастырылуда. Сонда бақылаулар жүргізу үшін серуен кезінде осы жаңағы аймақтарды пайдаланып жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сондықтан да мынау заттық дамытушы ортаны ұйымдастыруда біздің мынау бүгін бірінші рет емес, бұдан кейін де тағы да жұмыстарды ұсынатын боламыз. Бүгін біз осыған дейін 39, осының алдында жасақталған 39 құзыреттілік орталықтарының жұмыстарын көрсетіп отырмыз. Ал қазіргі таңда 79 құзыреттілік орталығы бізде жұмыс жасап жатыр. Осы құзыреттілік орталықтары құрылып, ол әрі қарай өзінің мынау көріп отырсаңыздар, үздік педагогикалық практиканы облыс бойынша тарату керек, және әдістемелік жаңағы қолдау көрсетілу керек педагогтарға. Сол жерде заттық дамытушы ортаны ұйымдастыру және де жаңа технологияларды енгізу бойынша озат тәжірибелерімен бөлісу қажет. Ал бүгінгі таңда біздің мынау 39 осыған дейін жұмыс жасаған
біздің құзыреттілік орталықтарының жұмысын көрсетіп отырмыз. Ол жерде өйткені заттық дамытушы орта жан-жақты жасақталған, балалардың түрлі әрекеттерін ұйымдастыру үшін, балалардың қызығушылығы, жаңағы бүгінгі таңдағы өзекті, әр баланың мүмкіндігі, қажеттілігі, осының барлығына сәйкес заттық дамытушы орта жан-жақты жасақталған. Сондықтан да енді ұйымдастырылып жатқан жұмыстарды жаңағы сол педагогтарымыздан әрі қарай жұмыстарын да көрейік. Енді тағы да бір айтылатын мәселе, осы 79 жаңағы құзыреттілік орталықтарында да заттық дамытушы орта жақсы жасақталу қажет, және ол тәжірибесі облыста таратылу қажет. Сонда мынау біздің 39 осы уақытқа дейін құзыреттілік орталықтарымыздың тәжірибелері облыс бойынша, аудан бойынша, қала бойынша таратылып жатыр. Сонда біздің басқа балабақшаларда да заттық дамытушы ортаны жаңағы байытуға, жақсартып жасауға мүмкіндік беріп тұр. Сондықтан да сіздерге айтатынымыз, мына құзыреттілік орталықтарының және мобильді топтардың жұмысын жақсы, нақты ұйымдастыру керек. Сонда біз жаңа мазмұнды ұйымдастыруға және де заттық дамытушы ортаны, енді жаңа мазмұнды іске асыру тек бізде заттық дамытушы, бай, құнарлы заттық дамытушы орта арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан да заттық дамытушы ортаны жан-жақты жаңағы құруға мүмкіндік алатын боламыз. Сондықтан қазір мен жаңағы өз сөзімді аяқтап, келесі біздің жаңағы нелерімізге, практиктерімізге сөз кезегін береміз. Құрметті әріптестер, STEM балабақшада заттық дамытушы орта құрудың басты құралы. Жаңа айтып отырған 39 пилоттық жоба құзыреттілік орталығында болған. Бізде Жетісу облысында Қаратал ауданы Балбөбек балабақшасы бар. Осы балабақшаның меңгерушісі Нәрембаева Махаббат Жұмабековнаға сөз кезегін береміз. Махаббат Жұмабековна, сіз осындасыз ғой? Жетісу облысы. Жақсы, әрі қарай сөзіңізді жалғастыра беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі біз Жетісу облысының Қаратал ауданы Балбөбек бөбекжай балабақшасы өзіміздің тәжірибемізбен сіздерге келіп отырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз STEM балабақшада заттық дамытушы орта құрудың басты құралы. Мектепке дейінгі тәрбиелеуді оқытуды дамыту моделін жүзеге асыруда балалардың толыққанды дамуын, баланың қажеттіліктерін, заттар мен ойыншықтарға еркін қолжетімділікті, немен айналысатын, өз бетінше таңдауын, күні бойы өз идеяларын іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз ететін балалардың бастамасын қолдау үшін балабақшамызда STEM білім беруді танымдық шығармашылық жоба ретінде қолданып келеміз. Балалардың бойында өмірлік қажетті физикалық, әлеуметтік, эмоционалдық, коммуникативтік, танымдық дағдыларды дамытуды қолдауға бағдарланған кедергісіз дамытушы ортаны, трансформацияланатын ойындар мен тақырыптық аймақтарды құруда, жоба жұмыстарымызда үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнындағы мақсат міндеттерді басшылыққа ала отырып, бағдарламадағы күтілетін нәтижеге бағыттап келеміз. STEM білім беруде заттық кеңістікті дамытушы ортаға қойылатын жалпы талаптардың барлығы орындалады. Олар қауіпсіз, қолжетімді, әртүрлі, мазмұнды, көп атқарымды, өзгермелі және тартымды. Біздің балабақшамызда STEM білім беру модуліне не кіреді және оны қалай жүзеге асырамыз? Ол 7 модульдан тұрады. Олар Фребельдің 8 жиынтығы, эксперименттер, математика, лего-конструктор, робототехника, мультстудия жобасы және шығармашылық шеберхана. Фребельдің 8 жиынтығы
материалдарды ойнау барысында дамытушылыққа бағыттай отырып негізгі 7 функцияны басшылыққа аламыз. Олар балалардың шығармашылық дамуы, сандар тұжырымдамасы, баламалық тұжырымдама, логикалық қабілеттерін дамыту, реттік тұжырымдамасын дамыту, пішін тұжырымдамасын дамыту, балалардың әлеуметтік және қатынас икемділіктерін дамыту арқылы біз балалардың қарапайым заттармен тәжірибе жасауын, танымдық математикалық ұғымдарды меңгеру және құрастыру арқылы сенсорикалық қабілеттерін дамытамыз. Қазіргі таңда Фребельдің сегіз жиынтығын балалардың бойында ұлттық құндылығымызды ерте жастан бойына сіңірту мақсатында ұмыт болып бара жатқан бестемше ұлттық ойынымен толықтырдық. Бестемше ойыны арқылы біз балалардың логикалық ойлау қабілетін, сондай-ақ танымдық қабілеттерін дамытып, және ойынға деген жаңағы тастарды санау, үйрену дағдыларын дамытамыз. Бестемше ұлттық ойыны арнайы бөлмеде балалардың қауіпсіз ортасын қамтамасыз ету үшін тәрбиеші мен педагогтың жетекшілігімен жүргізіледі. Бестемше ойында тек балалардың танымдық қабілеттерін дамытып қана қоймай, физикалық қабілеттерін дамытуда қауіпсіз қолайлы орта құрып, алаңдағы бестемше құралын дайындады. Бізде эксперимент жұмыстары. Эксперимент жұмыстары арқылы балалардың табиғаттың құбылыстарын анықтайды. Жеке топпен бірлесіп жұмыс жасауды үйренеді. Өз ісіне деген жауапкершілікпен қарауға дағдыланады. Зерттеу жұмыстары бізде педагогтың ұйымдастыруымен баланың өз қалауымен жүргізіледі. Балаларға тәрбиешімен бірге ашқан жаңалығы, затты анықтау сияқты іс-әрекеттерін ұнайды. Эксперименттер модулінде балалардың танымдық зерттеу дағдыларын дамытып қана қоймай, сауықтырушы, шынықтырушы шараларын жүргізіп, балалардың денсаулығына пайдалы тұз өңдеріп отырмыз. Өңдер арқылы тұз өңдерінде балалар зерттеу ойындарын ойнайды, жаратылыстану әлемін басқаша түсінеді. Келесі робототехника. Робототехника жобасы арқылы бұл 2 мектеп алды топтармен жүргізіледі. Бұл жерде балалар робототехника құрылымын игереді, құрастыру арқылы қозғалыс, қашықтық, температура ұғымдарын меңгереді, сондай-ақ өз беттерімен роботтарды құрастырады. Міндеттерді орындап, күтілетін нәтижеге жету мақсатында диагностика критерийлер арқылы біз балалардың білім-білік дағдыларының жоғарылап келе жатқанын көріп келеміз. Лего конструктор арқылы логикалық ойлау қабілеттері дамиды. Лего конструктор арқылы танымдық шығармашылық деңгейі артады, заттарды топтастыруға үйренеді. Бұл лего конструктор бізде кіші топтарда қолданамыз, ал ересек топтарда қазіргі таңда бізде трансформер ойынымен толықтырып отырмыз. Трансформердің ерекшелігі күні бойы жүргізілетін іс-әрекеттерге өте тиімді, қауіпсіз, көп салалы, трансформацияланады, сондай-ақ тақырыптық аумақтарды құруға болады. Лего конструктор модулінің ерекшелігі бұл үлгілік оқу бағдарламасының барлық білім дағдыларын қамтиды. Атап айтқанда, физикалық қасиеттерді дамытуда балалар әрдайым қимыл қозғалыста болады. Сол себепті ол ойын денсаулыққа оң әсерін тигізеді. Коммуникативтік дағдыда кез келген іс-әрекетте балалардың тілдері дамытусыз болмайды. Ойын кезінде олар сөйлеседі, объектілерді сипаттайды, әңгімелеседі, ойын барысында қойылған сұрақтарға жауап береді. Танымдық зияткерлік дағдыда балалар құрастыру барысында қажетті бөлшектерді таниды, оларды санайды, салыстырады, түстерін анықтайды, заттарды кеңістікке бағдарлап үйренеді. Ал шығармашылық зерттеу дағдысында балалар құрастырмалы құрастыра отырып, өз ойынша сюжетті әңгіме құрастырады. Ал әлеуметтік дағдыда еңбекқорлық пен жауапкершіліктің маңызын түсінеді, қауіпсіздікті сақтайды. Келесі модулымыз бұл бізде математика модулы. Бұл арқылы балаларымыз
кеңістікті бағдарлауды үйренеді, геометриялық фигуралармен, денелермен танысады, кеңістікті бағдарлау арқылы қоршаған ортамен еркін қарым-қатынасқа түседі. Математика модуліндегі міндеттің бірі кеңістікті бағдарлау арқылы қоршаған ортамен еркін қарым-қатынасқа түсе білуді, өзіміздің тағы да ұлттық құндылығымызды меңгерту үшін ұлттық нақышта жасалған пазл көрпешелерімізді қолданып келеміз. Бұл ойын баланың қолына жайлы, жұмсақ, қауіпсіз, дербес математикалық құралдардың бірі болып табылады. Келесі модулымыз бұл бізде балаларымыздың ең жақсы көретін модулы бұл мультстудия. Таныс ертегілердің кейіптендіріп, мультфильм жасауға дағдыланады. Өз бетінше балалар әңгіме, ертегі құрастыру арқылы сөздік қоры дамиды, ақпараттық коммуникациялық, сандық технологияларды меңгереді. Бұл жоба арқылы балалар командада жұмыс істей отырып, сыни көзқарас танытып, өз идеясын айта білуге мүмкіндік туғызады. Мультфильмді түсіру барысында сценарист, режиссер, суретші, дизайнер, иллюстратор сияқты мамандықтарды танып біледі. Балалардың іс-әрекеті есінде ұзақ уақыт сақталады. Ұсақ моторикаларының, шығармашылық, эстетикалық, адамгершілік аспектілерінің дамуына ықпал етеді. Жобаның тағы да бір ерекшелігі бұл ерекше білім беруді қажет ететін балаларға командада жұмыс жүргізу арқылы қоғамда өз орнын табуға зор ықпалын тигізеді. Келесі біздегі модулымыз бұл шығармашылық шеберхана модулы. Бұл модул арқылы қоршаған әлемді танып, эстетикалық қатынасы жоғарылап балалардың заманауи көркем құралдарды қолдану арқылы қызығушылықтары, шығармашылықтары артып келеді. Бұл жобада бізде қолданатын әдіс тәсілдеріміз бұл практикалық әдіс, көрнекі әдіс, түсіндірмелі иллюстрациялық әдіс, оқытудың репродуктивтік әдісі, ішінара іздеу әдісі, зерттеу әдісі және ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолданамыз. Сондай-ақ биылғы жылы біздің балабақшамызда осы модульдің шығармашылық шеберханамызда модульдің оқыту мен тәрбиелеу моделінің үшінші тарауының 8-ші тармағына, яғни өзара әріптестік іс-әрекет қимыл орнату арқылы ата-аналардың білім беру қызметтеріне қанағаттануын қамтамасыз етуді орнатуда алғашқы ұстаз ата-ана жобасының заманауи түрін ұйымдастырдық. Алғашқы ұстаз ата-ана жобасы туралы айта кететін болсақ, бұл жай ғана қыстың күні қолданатын, қыс кезіндегі қолданатын қардан мүсін жасайтын ойыншық. Бұл ойыншықты көп атқарымды, пайдалы құралға айландыру идеясын туындап, тек балалармен ғана емес, бала тәрбиесінде балабақшамен ықпалдастығын арттыра отырып, өз баласының қызығушылығын, шығармашылық деңгейін білуге бағытталған арнайы шығармашылық шеберхананы ата-аналармен құрдық. Шеберхана өз қолымыздан жасалған дайын өнімді ата-ана баласымен келісе отырып, баланың жеке затын дайындайды. Яғни бұл жерде айтсақ, копилка дайындайды балаларымызға. Осы ата-ана бос уақытысында келіп, баласымен осы шеберханада баласы екеуі келісе отырып, осы баланың жеке затын дайындап, өздері үйлеріне өз өнімі ретінде алып кетеді. Осы арқылы біз ата-ана мен баланың қарым-қатынасын нығайттық. Ата-ананың балаға деген қолдауын сезіндік. Шығармашылықтарын дамыды. Өз-өзіне балалардың қызмет етуге үйренді. Және де ең үлкен бір жұмыс бұл балалардың қаржылық сауаттылыққа деген баспалдағы қаланды. Осындай нәтижелі жұмысымызда бала бойындағы физикалық, әлеуметтік, эмоционалды, коммуникативтік, танымдық дағдылардың деңгейін мониторинг арқылы анықтай отырып, біз салыстырмалы көрсеткіштер арқылы жоғарғы деңгейге жеткенімізді анықтадық. Заттық дамытушы ортаны жүзеге асыруда, STEM білім беру арқылы біздің балаларымыз ғалымдар ретінде зерттеулер жүргізеді, технолог ретінде модельдейді, инженерлер ретінде құрастырады, суретшілер ретінде сурет салады, математиктер ретінде аналитикалық ойлауға дағдыланып, жеке балалар ретінде ойлауға шабыттанып жатыр.
назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Рахмет, Махаббет Жұмабековна. Енді мынау 79 пилоттық жобада бүгін сіздер қатысып отырсыздар, құзыреттілік орталықтары. Егер осы жұмыстар сіздерді қызықтыратын болса, біз барлығының негізі видео материалдарын жинақтап жатырмыз. Біздің мынау YouTube немізге, каналымызға орналастыратын боламыз. Жалпы енді мынау 79 құзыреттілік орталықтарынан қатысып отырған әріптестерге айтқым келеді, бізде YouTube каналымыз бар. Сол жерде мынау заттық дамытушы орта, осы айтылып отқан жұмыстардың барлығын сол жерде біз видеороликтермен салып отырмыз. Сол жерден таныссаңыздар болады. Рахмет. Келесі сөз кезегі Байғонысова Айгүл Жұбаевнаға беріледі. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Нұршуақ бөбекжай бақшасының меңгерушісі. Заттық дамытушы орта арқылы тәрбиеленушілердің дербестігін жан-жақты дамыту деген тақырыпта. Айгүл Жұбаевна. Саламатсыздар ма? Қосылды ма? Махаббат Жұмабековна, мына нені өшірсеңіз, сіз өзіңізді демонстрация экраны. Айгүл Жұбаевна, келесі сөз сізге. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Марина Яковлевна және әріптестер, бүгінгі менің баяндамамның тақырыбы заттық дамытушы орта арқылы тәрбиеленушілердің дербестігін жан-жақты дамыту. Балалар сұлулық әлемінде, яғни ойын, ертегі, ән, сурет, қиял және шығармашылық әлемінде өмір сүруі керек. Бұл әлем баланы қоршап алу қажет деп Сухомлинский айтқандай, мектепке дейінгі жастағы балалардың қалыпты дамып жетілу үшін қажетті дамытушы ортаны қалыптастыру керек. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың сапасын арттыру, баланың жан-жақты дамыту біздің міндетіміз. Топтарда құрылған дамытушы орталарда балалар бір-біріне деген мейірімді, қарым-қатынасы, дербестігі мен жеке басын құрметтеуі, балаға қиын сәттерде біріне бір қолдау көрсетілетіні және тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасында достық, сенімдік байқалады. Дамытушы ортада бала өз қызығушылықтары мен мүмкіндіктеріне сүйене отырып, өзін қызықтыратын ойын материалдарымен ойнауда. Заттық кеңестік дамытушы ортаны құрғанда презентацияңыз жоқ па еді? Презентация қосылмай жатыр ма? Қосылып жатқан жоқ презентацияңыз, кешіріңіз. Қазір қайтып. Демонстрация экраны деген тұр астында, соны басып өтсеңіз. Бізге шықпай жатыр. Астында тұр демонстрация экраны. Демонстрация экраны. Көрініп тұр ма? Көрінді ма? Басасыз да, сосын менің слайдыңызды сөйлесіз. Аха, енді шығайын. Аха. Айта беріңіз. Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың сапасын арттыру, баланы жан-жақты дамыту біздің міндетіміз. Біз балаларымыздың дамуына, қабілеттерін қалыптастыруға қолайлы жағдайлар жасаудамыз. Топтарда құрылған дамытушы орталар балалар бір-біріне деген мейірімді, қарым-қатынасы, дербестігі мен жеке басын құрметтеуі, балаға қиын сәттерде бірін-бірін қолдау көрсетілетіні және тәрбиеші мен тәрбиеленушінің арасында достық, сенімділік байқалады. Дамытушы ортада бала өз қызығушылықтары мен мүмкіндіктерін сүйене отырып, өзін қызықтыратын ойын материалдарымен ойнауда. Заттық кеңестік дамытушы ортаны құрғанда міндетті түрде әр жастағы тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін, қызығушылығы мен дербестігін жан-жақты дамуын ескере отырып құрдық. Заттық кеңестік дамытушы орта балаға заттар мен ойыншықтарға еркін, қолжетімді, немен айналысатынын, өз бетінше таңдауын, өз идеяларын іске асыруда мүмкіндігін қамтамасыз етіп, балалардың бастамасын қолдау үшін жоспарланған әртүрлі материалдар бар ортаны жасадық. Заттық кеңестік дамытушы ортаға қойылатын жалпы талаптар қауіпсіз, қолжетімді, мазмұнды, көп атқарымды, өзгермелі, бай болуы, балабақшамыздың заттық дамытушы ортаға қойылатын барлық талаптарға сай орналасқан. Қолжетімді барлық
балалар білім беру әрекетін жүзеге асырылатын барлық топ бөлмесі, кабинеттер, дәліздер, мобильді кітапхана, сөйлейтін қабырға, дамытушы ойындар, ойыншықтар, материалдар, құралдардың қолжетімді қамтамасыз еттік. Заттар мен ойыншықтар, кітаптар, материалдар, қазақ бұрыштары, құралдар мен балалардың жасына сәйкес жасалынды. Балалар жиһаздары жұмсақ, модульді, театраланған қойылымдарға арналған шымылдықтар, басқаларда түрлі леше қолдану мүмкіндігін, топта балалардың түрлі әрекеттерін қолдануға болатын табиғи материалдарды ойындарға қолданатын алмастырушы заттарын жасадық. Балалардың қызығушылығы мен мүмкіндігін және тәрбиелеу мен білім беру процесінің мазмұнына сәйкес ортада өзгерту мүмкіндіктерін бар. Барлық тәрбиеленушілердің ойын, шығармашылық, зерттеу, танымдық әрекеттері мен қимыл белсенділігін, соның ішінде ірі және ұсақ моториканы дамытуға, қимылды ойындарға ұйымдастыруға, балаларды қолжетімді материалдармен, соның ішінде құммен, сумен экспериментті жасауға жабдықтарда құралған. Құралған дамытушы орталықта барлық балаларға әрекетке ынталатын бала тұлға ретінде дамуда, қабілеттердің ерте көруіне ықпал жасауда, еркін шешім қабылдауда қалыптасуда. Заттық кеңістік дамушы ортада жобалауда білім беру салалары физикалық қасиеттерді дамыту, коммунистік дағдыларды дамыту, танымдық зияткерлік дамытуды, балалардың шығармашылық дағдыларын зерттеу іс-әрекеттерін дамыту, әлеуметтік эмоционалды дағдыларды қалыптастыру бойынша жүзеге асырудамыз. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылығы көп қырлы болғандықтан, баланың қызығушылығын қолдап, жаңартып отырғанды ғана бала бойында шығармашылық әлеуетті ашуға ықпал етеміз. Осылайша нәтижелі ұйымдастырылған заттық дамытушы орта балаларға қуаныш сезімін, балабақшаға деген жағымды қарым-қатынасын, балабақшаға келуге деген тілек шақырады, жаңа әсерлер береді және білімдерін байытады. Белсенді шығармашылық әрекетті тудырады. Мектепке дейінгі балалардың зияткерлік және әлеуметтік дамуына мүмкіндік беріп, баланың шығармашылық әлеуметін ашуға ықпал етері сөзсіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Видеомыз қосылды ғой деймін. Рахмет, Айгүл Жұбаевна. Әріптестер, сіздердің тараптарыңыздан сұрақтар болатын болса, соңынан қоюларыңызға болады. Жалпы, енді осы жұмыстардың видеоматериалдарын неге YouTube каналға орналастыратын боламыз, сол жерден де таныссаңыздар болады. Біз қазір семинардың соңында олардың ссылкаларын беретін боламыз, сіздерге жіберетін боламыз. Рахмет, Айгүл Жұбаевна. Рахмет. Келесі сөз кезегі заттық дамытушы ортаны ұйымдастырудың шығармашылық тәсілі деген тақырыпта Қызылорда облысы Қызылорда қаласы Бегмана бөбекжай балабақшасының меңгерушісі Мұхаммед Қалиева Жанатқа сөз кезегі беріледі. Жанат, осындасыз ба? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Барлықтарыңызға да бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгінгі күні мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға үлкен мән беріліп отырғаны барлығымызға аян. Көрсетілмей тұр ғой. Бүгінгі күні мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға үлкен мән берілгені барлығымызға аян. Өздеріңізге белгілі, 2021 жылы ең алғаш рет мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту моделі бекітілді. Осы дамыту моделінде сапаны арттыру, яғни мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда мектепке дейінгі ұйымдар ұсынылатын қызметтің сапасын арттыру үшін бізге негізгі бағыттарды айқындап берді. Ол трансформацияланатын ойын аймақтарын құру, тақырыптық ойын аймақтарын құру, ойынға баланың көңілін бөлу, оның күнделікті өміріне қажетті дағдыларды ойын арқылы меңгертіп, бала табиғатының қалауы ойын болып табылатынына баса мән беру қажеттілігі туындады. Осы орайда
модельде айқындалған баланың даралығын, субъективтілігін қолдауға бағытталған тақырыптық ойын аймақтарын және инклюзивті арнайы ойын орталарын жасақтау қажеттілігі туындады. Міне осыған байланысты балабақшамызда шығармашыл топ құрылып, не істеуіміз қажет? Яғни модельде берілген талаптарды орындау үшін қандай жұмыстар жасауымыз керек? Міне осыған байланысты шығармашылық топ жұмыс жасап, үлкен бір ой туындады. Яғни бұл жерде педагогтар өздерінің озық ойларын ортаға салып, балаларға арналған ең алғаш ойын қалашығын жасауға бірауыздан келістік. Мінекей өздеріңіз көріп отырған ойын қалашығы бір топтың барлық балалары бірден бір уақытта кіріп кетіп, ойнауға мүмкіндік береді. Яғни атап айтсам, бұл ойын қалашығында дәріхана, шеберхана ойындары, дүкендер, құрылыс аймағы, шаштараз, ер балаларға арналған ұстахана ойындары, түрлі бизибордтар, машина автотұрақтары ойындары, тағы басқа ойын түрлерімен қамтамасыз етілген. Бұл ойын қалашықты біздің ұйымдастыруымыз, бұл біздің жұмысымыздың ең ұтымды жағы болды. Ұтымды дейтін себебім, балабақшада барлық өзі 12 топ бар. Осы 12 топтың балаларын түгелімен осы ойын қалашығында қамти алдық. Яғни олар кезекпен кезек кестеге сәйкес осы ойын аймақтарында еркін ойындармен ойнай алады, және сонымен қатар дамытушы сипаттағы ойындармен де ойнай алатын мүмкіндік алды. Ойын арқылы тәрбиелеуді, дамытуды бізге, яғни педагогтарға ұсынып отырғаннан кейін, біздің тәрбиеші педагогтарға да осы ойын арқылы түрлі ұйымдастырылған іс-әрекеттерін осы қалашықта өткізуге де өте ыңғайлы болды. Яғни бұл жерде балалар бір-бірімен топтық жұмыс жасауға, яғни командный работа, бірін-бірін тыңдауға, бірін-бірін сыйлауға өте жақсы ыңғайлы болды. Жалпы жаңа мазмұн бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік бағдарламасына өзгерістер енгізілген кезде балаларды ерте дамыту институтымен бірге мен осы жұмыс тобында болдым. Осы кезде өзіміздің ұлттық құндылықтарға, ұлттық тұрмыстық заттарымызға үлкен мән беру қажеттілігі туындағаны барлықтарыңызға да белгілі. Яғни біз баланы кішкентайынан бастап ұлт құндылығын, дәстүрімізді бала бойына сіңіріп тәрбиелеуіміз қажет. Міне осыған байланысты Бегмана бөбекжай бақшасында ұлттық мұрам қазынам атты орталық, яғни кабинет ашылды. Бұл орталықты мен ерекше деп айта аламын, себебі бұл жерде қазақ халқының барлық тұрмыстық заттары, балалар өздері күнделікті өздері ұстап, жасап көру үшін қолжетімді. Бағдарламада айтылған заттық кеңістіктік дамытушы ортаның қолжетімділігі, яғни міне осылардың барлығы қамтылған бір орталық болды. Бала қолмен ұстап көреді, көзбен көреді, яғни таңертеңнен кешке дейін балалар белгілі бір әрекет түрімен айналысуға толық мүмкіндік алады. Сонымен қатар 5 дағдының да кіріктіріліп өтілуіне, яғни қимылдық ұлттық ойындарды ойнауға, түрлі танымдық әрекеттермен айналысуға, сонымен қатар балалар жүнді сабайды, шиді тоқиды, яғни осы бағдарламада берілген барлық қамтылуға тиіс дағдыларды меңгеруге толығымен мүмкіндік алатын орталық болды. Міне осымен бірге бұл орталықта әжелер мектебі, аналар мектебі, әкелер шапағат мектебі өз жұмысын жүргізіп, яғни осы жерде үлкен көмегін тигізіп тұрды бізге. Әжелер өздері әдемі ұлттық киімдерімен келіп, ертегі айту, балалармен бірге ертегі тыңдауға, түрлі әрекеттермен айналысуға, қыздарымыз бен ұлдарымызға түрлі бұйымдар жасауға өз көмектерін тигізіп, осындай жақсы түрлі әрекеттер атқарды. Бұл біздің ұлттық кабинетіміздің, ұлттық орталығымыздың балабақша үшінде, педагогтар үшінде, бала үшінде алар орны өте ерекше деп мен айтқым келеді. Бағдарламада айқындалған заттық дамытушы орта барлық топта жас ерекшеліктеріне сәйкес жасақталған. Балалар үшін барлық қабырғалар сөйлеп тұрады. Яғни топ қабырғалары, дәліз қабырғалары. Бала дәлізде келе жатқанында тобына барам дегенше емін еркін ойнап, жақсы көңіл күймен баруына мүмкіндік жасалды. Топтағы барлық сөрелер төмен түсірілді, яғни барлығы да балаға қол жетімді, ыңғайлы болды. Сонымен қатар, тағы да біздің балабақшамызда
ашылған орталық, заттық дамытушы орталық, бұл STEAM дамытушы орталығы. Бұл орталықта ғылым, зертхана, құрылыс, инженерия ойындары және мультстудия орталығы мен педагогтар мен балалардың жаңа формацияда жаңа технология ойындарымен ойнап, машықтануға өте ыңғайлы орталық болып отыр. Бұл мультстудияда дайындалған өнімдері, түсірілім алаңында түсірілген мультфильмдер балалар мобильді кітапханасы қорына жинақталып отырды. Мобильді кітапхана, жаңа өздеріңізге айтып өттім, мультстудия. Яғни бұл мультстудияда балалар бір-бірімен топтық жұмысқа түседі. Сонымен қатар олар өз ойларын еркін айтуға, түрлі рөлдерде ойнауға бір-бірлерімен, әртүрлі педагогпен бірге де, ата-анамен бірге де жұмыс жасауға толық мүмкіндігі бар. Мобильді кітапханада түрлі жанрдағы қиял ғажайып ертегілері, хайуанаттар ертегілері, халық ауыз мультстудия түрлері бойынша педагогтар мен балалардың өз дауыстарымен дыбысталған ертегілерді балалармен қатар ата-аналар да QR-код арқылы тамашалай алады. Қазіргі уақытта қазақ отбасында дүниеге келіп, өз ұлтының тілімен тәрбиеленіп өскен баланың өзі орыс, ағылшын тілдерін түсінеді, сөйлейді. Мұның себебі сол тілде анимациялық мультфильмдерді көп көргеннен екенін біз айна-қатесіз білеміз. Яғни мультфильм бала санасына оңай, қарқынды әсер етеді. Қазақтың әрбір баласы таза қазақ тілінде еркін, таза сөйлеуі қажет деп білемін. Сондықтан уақытпен жарыса дамып келе жатқан мына техникалар әлемінде балалар тәрбиелік мәні бар мультфильмдермен теріс әсер ететін мультфильмдерді ажырата білуге үйрету, өскелең ұрпақтың сана сезіміне әсер ететін осындай негіздердің бірі деп ойлаймын. Міне осыған орай ұлттық құндылықтарды дәріптейтін ұлттық тәрбиелік бағыттағы қазақ ертегілері арқылы балаларды отан сүйгіштікке, еңбек сүйгіштікке, мейірімділікке тәрбиелейтін үлкен мульттайм мультифлекс залы. Міне енді келесі бізде ашылған орталық тағы да осындай сенсорим дамытушы орталығы заманауи үлгіде жабдықталды. Бұл ерекше білімді қажет ететін балалар үшін өте тиімді орталық. Қазір балалар игілігі үшін жұмыс жасап жатыр. Бұл орталықта ойындар арқылы балалар қоршаған ортаға бейімделеді, еңбекке араласады, достарымен еркін қарым-қатынас орнайды және ойлау, қиялдау қабілеттері, сөздік қорлары дамиды. Мына өздеріңіз көріп отырған балабақшада заттық дамытушы орталықтармен бірге балаларға, педагогтарға арналған балабақшаның жетістіктері, тарихына байланысты орта қалыптастырылды. Әрине бұл ортада балалар өздерінің жеткен жетістіктерін көру арқылы қуанып, өзіндік мені қалыптасады. Және бұл педагогтарға да тиімді болды. Міне мен осы айтып отырған, сіздерге көрсетіп отырған орталықтардың барлығы да осы балабақшаның игілігінде қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан заттық дамытушы орталықтар. Міне осы орталықтарға байланысты біздің педагогтардың әрбір орталыққа әдістемелік нұсқаулық кітаптары шықты. Олар өздерінің авторлық құқықтарын алды. Атап айтсам, балабақшадағы мультстудия, ұлттық мұрам қазынам, мульттайм, STEAM дамытушы орталығы деген осындай авторлық құқықтарын алған бірнеше біздің әдістемелік нұсқаулықтарымыз шықты. Сөзімді қорытындылай келе, мектепке дейінгі ұйымда баланың танымдық қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ескеріп, қолжетімді дамытушы арнайы ойын орталарын, аймақтарын жабдықтау арқылы білуге құмар, дербес, жаңа нәрсені қызығушылықпен қабылдайтын, әлемді танып білуге құштар тұлға қалыптастырамыз. Яғни осы жұмыстарды іске асыру арқылы біз, яғни Бегмана балабақшасы, шығармашыл ұжым, білім-білікті бала, яғни біз ғажайып балабақшаға айналдық. Нәтижесінде осындай ізденіспен, үздіксіз еңбектің арқасында қала көлемінде, облыс көлемінде және республика көлемінде үздік балабақша 2022 номинациясын қанжығамызға байладық. Құрметті әріптестер, өз сөзімнің соңында барлықтарыңызға да дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге толағай табыс, шығармашылық шабыт тілеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Жанат Мұхамбетқалиқызы. Келесі сөз кезегі Баймұханова Жания Карловнаға беріледі. Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, номері 4-ші Аққу бөбекжайының меңгерушісі. Әдіскері Баймұханова Жания Карловна. Мектепке дейінгі ұйымдарда заттық дамытушы ортаны құрудың тиімділігі. Бар ма бізде? Жания Карловна, барсыз бар?
Жақсы. Жақсы. Жалғастыра беріңіз әрі қарай. Ал сәлеметсіздер ме? Көрінді ме? Мен дауысымды өтемін. Жақсы, бастай беріңіз. Және Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгінгі оқитын баяндама мектепке дейінгі мекемелерде заттық дамытушы ортаны құрудың тиімділігі. 2022 жылы еліміздің барлық өңірлерінде өсу нүктелері құзыреттілік орталықтары мектепке дейінгі ұйымдағы топта күн бойында 2 педагог пилоттық жобалар жүзеге асқан болатын. Маңғыстау облысынан бұл жобаларға біздің Бөбекжайдан нөмір 4-ші Балбұлақ мектепке даярлық тобы осы жобалар қатысушы ретінде бекітілді. Пилоттық жобаның мақсаты мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінде апробациядан өткен және ұсынылған инновацияларды практикада тексеру, педагогтердің даярлығы мен біліктілігінің сапасын арттыру және балабақшаның материалдық жағдайын жақсарту болды. Бұл жобаның негізгі міндеті тікелей әкімшілік басқарудан мотивациялық жүйе қалыптастырып, педагогтердің шығармашылық бастамасын дамытуға бағытталды. Жобалардың ұсынымдарына сәйкес топ кеңістігінде балаларға бір уақытта бір-біріне кедергі жасамай әртүрлі іс-әрекеттермен еркін айналысуға мүмкіндік беретіндей қылып заттық дамытушы орта құрылды. Заттық дамытушы ортаны құруда ойын кеңістігін қызығушылық орталықтары бойынша бөлдік. Олар физикалық қасиеттер дамыту орталығы, коммуникативтік дағдылар дамыту орталығы, танымдық және зияткерлік дағдылар дамыту орталығы, балалардың шығармашылық дағдыларын дамыту орталығы, әлеуметтік эмоционалды дағдыларды және балалардың зерттеу іс-әрекетін дамыту орталықтары. Кітапхана, бір немесе екі баланың оңаша отырып ойнайтын оқшаулау бұрышы. Бұл бұрышты жарты киіз үйдің макетінде жасағанда материалдар балаға қолжетімді болуына басты назар аудардық. Сонымен қатар Бөбекжай дәліздерінде балаға қолжетімді қылып дамытушы ойындармен жабдықтадық. Аймақтардың орналасуы мен бір әрекеттен екінші әрекетке біркелкі өтуіне ықпал өткенін жөн көрдік. Мысалы, құрылыс материалы бар ойын алаңы сюжеттік ойын аймағында іргелес болуы мүмкін. Оқшаулау бұрышында балалар суреттері бар қалталар, топтық және отбасылық фотосуреттері бар альбомдар сақталады. Тәрбиешілер оларды мезгіл-мезгіл балалармен бірге қарастырады. Аймақтарға бөлу принципі пәндік орта өзгеріссіз қалады дегенді білдірмейді. Қоршаған ортаның динамикасы балаларды заттарды түрлендіруге, жаңасын зерттеуге ынталандыруға қажет. Даму ортасы бір жағынан балаға тұрақ. Сіздің презентация. Сіздің неңіз қосылмай тұр ғой презентацияңыз, Жания Карловна. Жания Карловна. Презентацияңыз қосылмай тұр. Балалардың өзгеріп отыруын. Екінші жағынан видеоңыз қосылмай жатыр дейме? Зерттеуге ынталандыру қажет. Даму ортасы бір жағынан балаларға тұрақтылық сезімін қамтамасыз ету керек, ал екінші жағынан ересектер мен балаларға балалардың өзгеріп отыратын қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне және тәрбиешілердің жаңа педагогикалық міндеттерін қоюға байланысты жағдайды өзгертуге мүмкіндік беру керек. Толыққанды даму ортасын құру балалар мекемесінің қаржылық мүмкіндіктерімен тікелей байланысты емес. Топтық бөлме қымбат ойыншықтармен және жабдықтармен жабдықталмау керек. Тиімді педагогикалық процесті ең қарапайым заттарды ұтымды пайдалану арқылы ұйымдастыруға болады. Зауытта өндірілген ойыншық немесе дидактикалық материал ғана емес, сонымен қатар тәрбиешілер мен ата-аналардың бірлесіп өз бетінше жасаған ойыншықтар баланың жан-жақты дамуына ықпал ете алады. Ең бастысы ойыншықтар мен материалдар балалардың жасына сәйкес келуі, даму мақсаттарына сәйкес келуі және еркін қолжетімді болуы керек. Дамытушы ортада бала өз қызығушылықтары мен мүмкіндіктеріне сүйене отырып, өзін қызықтыратын ойын материалдарымен ойнауға мүмкіндік ала алуы тиіс. Мұндай ортада бала белсенді танымдық, шығармашылық іс-әрекетке қосылады, қызығушылығы дами түседі, қиялы, ақыл ойы және бейнелі қабілеттері қарым-қатынас жасау дағдысы дамиды. Ең бастысы үйлесімді тұлға дамуы жүзеге асады. Жоба басталар алдында ата-аналар бұл жобаға аса қатты қызығушылық танытқан жоқ. Алайда ата-аналар мен жұмысты жүйелі жүргізу барысында, яғни топтағы
заттық дамытушы ортаны құру барысында атап айтқанда кітап бұрышын ұйымдастыру, кітап бұрышын толықтыру үшін ата-аналарды тарту, үйге біраз уақытта кітапты беріп жіберу, буккроссинг ұйымдастыру, яғни кітап алмасу акциясын ұйымдастыру, кітап бұрышында ата-аналармен бірге отыруға жағдай жасау, асхана орталығына қатыстыру, әр жұма сайын асхана орталығына тағамдар әзірлеу үшін ата-ана қатысып отырды ұйымдастырылған іс-әрекетке. Сосын семинарларға ата-аналарды қатысушы ретінде тарту. Ата-аналар жиналысының форматын өзгерту, ең үздік креативті ата-аналар жиналысының байқауын ұйымдастыру, тренингтер, ашық есіктер күні сынды жүйелі жұмыстар арқылы ата-аналардың қызығушылығы артып, жобаны жүргізуге көп көмегін тигізді. Тіпті ата-аналардың қатысуымен қалалық және облыстық семинарлар өткіздік. Осы жобаның қатысушы ретінде азаттық дамытушы орталықтар бүлдіршіндерге көп септігін тигізеді деп нық айта аламын. Бұл орталықтарды балалардың қызығушылығына мән бере отырып жасақтап, қолдағы заттардың барлығын білім ресурсы ретінде қолдандық. Оның ішінде ірілі ұсақты моториканы дамытатын ойындар, үстел үсті ойындары, сюжетті рөлді ойындар, тағы басқалар бар. Балаларға ерекше ұнағаны нейроқасықтар болды. Балалар интонацияны, ырғақты, қимылдауды үйренді, импровизациялау қабілеттері дамыды. Барлық ойындарға балалар жас ерекшелері ескеріп отырды. Дамытушы ортада ойындардың көмегімен балаларға санауды үйреттік, ана тілін дамыттық. Жобаға дейін белгілі жоспармен тәрбиешінің нұсқауымен жұмыс жасаған болса, қазір балалардың таңдауына көп мүмкіндік беріп отырмыз. Бала еркін болған кезде шығармашылық логикалық жағынан ашыла түседі. Таңдау беру арқылы бала жаңа қырынан тани бастадық баланы. Балалардың сонымен қатар ата-аналардың тәрбиешілерге сенім артқанын байқадық. Жоба барысында педагогтердің шығармашылығы, балалардың қызығушылығы және ата-аналардың әлеуетінің артқанын байқадық. Заттық дамытушы ортаны дұрыс ұйымдастырудың тиімді жұмыстарының нәтижесінде өңіріміздегі сапалы тәрбие мен оқыту деңгейіне қол жеткізетін балабақшалар саны артатынына сенімдімін. Сіз айтып жатса тыңдамайсыз, сөйлеп алып, бағанадан бері сізге айтып жатырмыз, бастағаннан ешқандай демонстрация болған жоқ деп. Жақсы, Жания Карловна, енді сіз ана бізге жіберіңіз видеороликті, сосын біз чаттарға жіберетін боламыз. Жақсы? Өйткені сізде қазір демонстрация экраны болған жоқ, тоқталып презентациясы. Жақсы, біз ары қарай жалғастырайық. Енді бұл балабақшалардың барлығы, мектепке дейінгі ұйымдардың көпшілігінде біз болдық, жұмыстарын негізі көрген болатынбыз. Жақсы, Жақсы, енді қазір неден кейін, семинардан кейін біз әріптестерге жіберетін боламыз. Сіздер жаңа бейнероликтеріңізді, презентацияларыңызды. Енді келесі сөз кезегі Нысанова Фарида Батырхановнаға беріледі. Ақмола облысы Ақмол ауылы Жұлдыз балабақшасының әдіскері, мектепке дейінгі ұйымдағы заттық дамытушы орта тақырыбы бойынша. Фарида Батырхановна, бастай беріңіз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің слайдым көрініп тұр ма сіздерге? Көрініп тұр, Алла сәлемет. Дана халқымыз ел болам десең, бесіңді түссе дейді. Демек, балалардың ес біліп, оң мен солын ажырата білген кездері, яғни мектеп жасына дейін кезеңдерді қалт жіберіп алмауымыз керек. Себебі еліміздің жарқын болашағы сапалы білім мен саналы тәрбие алған ұрпақ. Олай болса, қоғам талабынан сай, заманауи тұрғыда дамыған ұрпақ қалыптастыру мына біздердің басты мақсатымыз. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың білім беру процесінде балалардың өзара іс-қимылы арқылы бақытты, дені сау, дербес, білімге тіл табысқыш, сын тұрғысында ойлайтын, заттар мен ойыншықтарға еркін қолжетімді және күні бойы немен айналысатын өз бетінше таңдауын, өз идеяларын іске асыру мүмкіндігін қамтамасыз етуіне балалардың бастамасын қолдау үшін
заттық дамытушы орталарды талапқа сай ұйымдастыру арқылы жүзеге асырып келеміз. Сол жұмыстардың нәтижесін сіздермен бөліскім келеді. Дамытушы орта балалар мен ересектердің қарым-қатынасы мен бірлескен әрекет, балалардың қимыл белсенділігін, сондай-ақ оларда оңаша мүмкіндікті қамтамасыз етіледі. Топта орталықтарға бөлуде бір орталықта белгілі бір әрекет түрімен айналысып отырған балаларға келесі басқа орталықтағы балаларға кедергі келтірмейтіндей болуы және орталықтарда бөліп тұратын арасынан өтелген әрекет барысында барлық баланы педагогтың бақылауы үшін орталықтарда аласа сөрелермен, сюжетті ойын жабдықтарымен немесе жұмсақ төсеніштермен бекітілген. Тәрбиешілермен құрылған әрбір топ бөлмелерінде дербес ойын кезінде балалармен еркін диалог құруға, онымен қолдау, балалардың бір-бірімен сөйлесуге, оның ішінде даулы жағдайларды шешуге үйрету, топта табиғат пен ғылым мен сондай-ақ балалардың математикалық әрекеттермен байланысты материалдармен толықтырып, онымен жұмыстар жүргізудеміз. Балабақшада оқыту мен тәрбиелеудің жаңа моделін іске асыруда ағымдағы жылдары қажеттіліктерін, қызығушылықтарын ескере отырып, жатын бөлме, қабылдау бөлмесінде, дәретханада, ертегілер әлемінде, жолда жүріп үйренейік атты заттық дамытушы орталармен толықтырылды. Сюжетті рөлді ойындарды балаларды өз бетінше ұйымдастыру, ойнаумен мүмкіндік беруге жағдай жасап, балаларға жастарына сәйкес тыңдауға, сахналауға, тәрбиелік мәні бар әдеби шығармаларды ұсынып, балалар әдебиетіне, театр әлеміне қызығушылықтарын дамытып, кейіпкерлер рөлін сомдауға мүмкіндік беріп, топта кітап бұрышын ұйымдастыру арқылы балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттырып, өздігінен кітаптарға суреттер қарастыруға, суреттер бойынша сұрақтар қоюға, әңгіме құруға алып, балалардың өз ойын өздігінен іске асыру үшін кеңістікті жабдықтарды толықтырып жүзеге асырып келеміз. Балалар робототехникада, зертханада, қысқы бақта, дәлізде сурет салу үйірмелері арқылы түрлі инновациялық технологияларды қолдана отырып, баланың бойындағы қажеттіліктерді ескере отырып, ойынға жаңа нәрселерді жасауға, зерттелуге, эксперименттер арқылы танымдық белсенділіктерін арттырады. Сонымен қатар модельде айқындалғандай ұлттық құндылықты заман талабына ұштастыру мақсатында балаларды отбасы мен ұлттық құндылықтармен баулу үшін ұлттық ойындар, ұлттық тұрмыстық заттармен жабдықталған ұлттық мұрам қазынам атты кабинеттермен толықтырылды. Ұлттық ойын алаңында бірнеше құрастырмалы киіз үй, құрастырмалы домбыра, асық, қанталапай ойындарын мен балалар өз қызығушылығы бойынша бөлініп ойнайды. Бала ұлттық кабинетке келгенде өз дәстүрлерімен сонымен қатар тұрмыстық заттарды, қол өнерлерімен танысады. Баланың өн бойына ұлттық адамгершілік иісі аңқып тұратын ұлттық мәдениет дәстүрлер арқылы рухани адамгершілік құндылықтар негізінде баланың жеке қасиеттерін дамыту біздің басты назарымызда. Балалардың бақытты кезеңінің ең алғашқы баспалдағы, әрбір бала жеке дара, барлық балаға бірдей қарау бұл біздің басты ұстанымыз. Сондай-ақ ата-аналармен үнемі қарым-қатынаста болу және олардың бейімделу мен оқыту процестеріне тарту мақсатында жиналыстар, семинарлар ұйымдастырамыз. Заттық дамытушы орталарда жүргізілетін іс-әрекеттерге қатысушы ретінде ашық есік күндеріне келуіне мүмкіндіктер беріледі. Құрметті әріптестер, сөзімді қорытындылай келе заттық дамытушы орталарда балалар әртүрлі рөлдік ойындарды достарымен орталықтарға бөлініп, дұрыс қарым-қатынас жасауда және ойлана отырып жауап беруге, қиялдауға, елестетуге қабілеттерін қалыптастырылады. Үздіксіз білім беру еліміздің ертеңі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың білімінің тереңділігімен өлшенеді. Білімді жан-жақты қабілетті ұрпақ ұлтымыздың баға жетпес қазынасы. Балалардың бойына үздіксіз білім беруде жағдай қарастырылып, бүлдіршіндерге тәлім мен тәрбие беру, ұлт жандылыққа тәрбиелеу, біліммен қамту басты мақсатымыздың бірі. Бүгінгі таңда елімізде білім беру жүйесінде болып жатқан үлкен өзгерістер еліміздің болашағына, оның жүзеге асыруға талмай еңбек етіп жүрген біз бен сіздерге толағай табыстар әкелетініне сенімдімін. Әріптестер, жауапты да маңызды еңбектеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға жетістіктеріңіз молынан болғай. Назарларыңызға рахмет. Рахмет.
Фарида Батырханова. Келесі сөз заттық дамытушы ортаның балалардың үйлесімді дамуына әсері тақырыбында Шоколюкова Мария Сергеевнаға беріледі. Павлодар облысы, Павлодар қаласы, 96-шы Радуга бөбекжай бақшасының тәрбиешісі. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Так, включился, нет экран? Повисло. Сейчас, минутку. Мгм. Так, потому что у нас сегодня тема влияния предметно-развивающей среды на гармоничное развитие ребенка. Как говорил Жан-Жак Руссо, чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым. Пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в постоянном движении. Согласна? Так, подождите. У нас зависает. Угу. Согласно ГОСО ДВО, развивающая среда – это среда с разнообразными материалами, спланированная для поддержания детской инициативы, обеспечивающая свободный доступ к предметам, игрушкам и возможность самостоятельно выбирать занятия и реализовывать свои идеи в течение дня. Угу. Модель развития дошкольного воспитания и обучения нацеливает нас на то, что мы должны создать комфортные условия, доступную пространственно-образовательную среду, способствующую повышению качества обучения, становлению свободной, культурной, образованной, духовной и физически здоровой, социально активной личности. Организованная деятельность должна проводиться только в игровой форме. Дети учатся через активные действия и практику. Задачи государственного общеобязательного стандарта дошкольного воспитания и обучения должны реализовываться через организацию доступной предметно-развивающей среды. Когда ребенок может самостоятельно выбирать те занятия, которые ему интересны на данный момент. Задача педагога – отмечать интересы детей, вести диалоги с каждым ребенком во время занятий. Формы занятий должны подбираться отдельно же педагогам. Итак, предметно-развивающая среда должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и, конечно же, безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию программы. Трансформируемость пространства – это изменение предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Так. Дальше полифункциональность материалов – это наличие не обладающих жестко закрепленным способом употребления предметов, в том числе природных материалов различных, для использования в разных видах детской активности. Вариативность среды – это наличие в группе для игры различных пространств для игры, для конструирования, уединения, а также разнообразных материалов игр, игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игры периодически у нас сменяются, появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную и познавательную деятельность детей. Доступность среды включает в себя доступность для воспитанников всех помещений с игрушками, материалами, пособиями, свободный доступ к играм, обеспечивающим все основные виды деятельности, достаточное количество этих пособий для всех воспитанников, возможность для каждого ребенка развивать свою индивидуальность, учитывая его склонности, интересы, уровни активности, обогащение среды элементами, которые будут способствовать стимулированию и эмоциональной, познавательной и двигательной активности детей. Безопасность предметно-развивающей среды предполагает соответствие ее элементов требованиям и по обеспечению надежности и безопасности
их использования. Размещение оборудования по секторам, центрам развития позволяет детям объединяться подгруппами, то есть по общим интересам. Кто-то садится за конструирование, рисование, ручной труд, театральную игровую деятельность, либо же экспериментирование. Обязательным... Так, сейчас. Весь экран. Ах, сейчас, подождите минутку. Так, вот. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность, то есть развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытной экспериментальной деятельности, большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования и составления коллекций. Также мы предлагаем, что предметно-развивающая среда в дошкольных организациях может быть разделена на сектора. Как вы видите, активный сектор, спокойный сектор и рабочий. К активному сектору мы относим, точнее, активный сектор у нас занимает большую площадь в группе, и в него, конечно же, входят центры игры, музыки, двигательной деятельности, конструирования, театральной деятельности. К спокойному сектору, спокойный сектор в себя включает центры отдыха, книги, природы. Также рабочий сектор занимает 25% от всей площади группы, и там предполагается размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности. Перечисленные части группового помещения имеют условные границы. Их изменение возможно в соответствии с задачами образовательного процесса и интересов воспитанников. Для развития игрового общения мы используем игровые обучающие ситуации. Одна из форм совместной деятельности взрослых и детей – навыки игрового общения, которые дети будут приобретать в игровых ситуациях, они свободно могут переносить и в самостоятельную деятельность. Таким образом, построение предметно-развивающей среды предполагает опору на личностно-ориентированную модель взаимодействия между взрослыми и детьми. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть системой, то есть отвечать определенному возрасту и содержанию деятельности детей, целям воспитания и обучения детей. Предметно-развивающая среда в образовательном пространстве дошкольного учреждения имеет большое значение как для детей, так и для педагогов. Спасибо большое. Спасибо, Мария Сергеевна. Так, құрметті әріптестер, бізде енді 1 сағат 40 минуттай уақыт болыпты, болып жатқаны біраз уақыт өтіп кетті. Жалпы енді өздеріңіздің тараптарыңыздан сұрақтар болса, мынау жаңағы баяндама жасаушыларға, бүгінгі неде өздерінің тәжірибесімен бөлісіп жатқан әріптестерге ұсыныстарыңыз болса, айтуға мүмкіндіктеріңіз бар. Енді барлық осы бүгінгі өздерінің жұмысын ұсынып отырған балабақшалардың барлықтарының жұмысымен жақсы таныспыз. Ол жерлерге бірнеше семинарлар ұйымдастырылды, республикалық, облыстық, аудандық және де мынау жаңа айтып отырған курс тыңдаушыларында апарып тәжірибелермен бөлістік. Тағы да сіздердің тараптарыңыздан сұрақтар болса, ұсыныстар болса, айтуларыңызға болады. Әріптестер, сөз кезегі сіздерде. Айтам дейтін жер болса. Қол көтеріп сөйлеулеріңізге болады. Саламатсыз ба, Марияна Яковлевна? Аха, айта беріңіз. Мен Нұрсина Құлжабаевна, шағын балабақшасынан. Жаңада чатқа жазып отыр едім, бізге Қызылорда балабақшасының құзыреттілік орталығы өте ұнады. Сол жерге семинар өткізілсе, республикалық мамандар барып өз көзімен көрсе деген ұсыныс айтып жазылады. Рахмет сіздерге. Жақсы, рахмет. Жалпы Қызылорда қаласы, Қызылорда облысы өзі кеше тамыз кеңесінде барлық тәжірибелермен бөлісті. 2 күн біздің мамандарымыздың барлығы барды республикадан. Тағы да сіздер қажет деп тапсаңыздар, кейін енді қарастырылатын болады. Жалпы ол кісілердің жұмыстарының барлығы жаңа YouTube каналда біздің сайтта орналастырылған, алып қарасаңыздар болады. Тағы да жаңа ұйымдастырамыз деп жатырса, біз ол кісілерге ұсыныс жіберетін боламыз. Ал тағы сұрақтарыңыз болса, ұсыныстарыңыз болса, айта беріңіздер.
Әріптестер, жақсы. Енді балабақшаларды жазып жатыр, жұмыстары ұнайды деп. Біз енді осы тиімді болып тұр, жалпы мынау YouTube каналда басқа сіздер бір-біріңізбен тәжірибе алмасуға мынау бейнероликтері, материалдары салынып жатыр. Бүгінгі семинардың да барлық материалдары сайтқа, басқа жерлерге орналастырылатын болады YouTube каналымызға. Сондықтан да бүгін енді белсенділік танытып, осындай қатысып жатқандарыңызға рахмет. Біз енді 39 пилоттық жобаның ішіндегі өздерінің баяндамаларын ұсынған кісілерді алдық. Алдындағы құзыреттілік орталықтар бойынша. Қазір сіздердің сандарыңыз 79-ға жаңағы жетті. Сондықтан да осы 79 құзыреттілік орталықтарының жұмыстарын келесі біз өткізетін семинарларда да жаңағы сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Әрине барып көрген жұмыстарын, бейнеролигін көріп қараған өте ыңғайлы, жақсы. Сондықтан да алдағы уақыттарда да жұмыстарды жаңағы көрсетуге, жаңағы барып қарауға ұсынатын боламыз. Сондықтан бүгін енді белсенділік танытып қатысқан біздің мынау барлық әріптестерімізге рахметімізді айтамыз. Мынау өзіміздің мемлекетіміз үшін ең ең мықты мынау мерекелердің бірі, мынау мемлекеттік мерекеміз Республика күні қарсаңында өздеріңізбен кездесіп осындай сұхбат жасап отырғанымызға өте қуаныштымыз. Сондықтан да мынау мереке қарсаңында сіздердің мынау дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, мынау бала үшін, баланың бақытты балалық шағын жан-жақты бақытты етіп ұйымдастырамыз деп жұмыс жасап жатқан ерен еңбектеріңіз үшін толағай табыстар тілейміз. Сондықтан кездескенімізге өте рахмет. Мынау барлықтарыңыздың қатысып белсенділік танытып жатқандарыңызға. Бұл жұмыстар жалғасын табатын болады. Біз әрі қарай да өз жұмыстарымызды, жаңағы сіздердің өздеріңіздің жұмыстарыңызды, тәжірибе алмасу алаңдарын ұйымдастыратын боламыз. Сондықтан қатысқандарыңызға рахмет, әріптестер. Сіздерге де рахмет қатысқандарыңызға, белсенділік танытқандарыңызға. Жақсы, онда сау болыңыздар. Сау болыңыздар, Мариям. Рахмет.